Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз геометриялық ықтималдық тақырыбынан А деңгейлік есептерін қарастыратын боламыз. Ең алдымен біз анықтамалармен таныс болсақ, геометриялық ықтималдық деп нүктенің кесіндіде жазықтық пен кеңістік фигуралардың бөлігіне түсу ықтималдығын айтамыз. Ұзындығы L болатын кесіндіде ұзындығы L-ге тең кесіндіге тиісті А оқиғасы кездейсоқ алынған нүкте ұзындығы L кесіндіде белгіленген. Онда А оқиғасының ықтималдығы кішкентай L бөлінген үлкен L-ға тең екен. Біз алдыңғы сабақта таныс болған формуланы еске түсірсек, А оқиғасы тең болады N бөлінген N-ға. Мұндағы N деп отырғанымыз қолайлы нәтижелі саны. N жалпы нәтижелі санына тең екен. Біз отсекте бірінші есеп, үстелге ойын сүйегі лақтырылды. Біріншісі ойын сүйегінде 4 ұпайдың, екіншісі ойын сүйегінде жұп санды ұпайдың түсу ықтималдығын табыңдар еді. Бізде ойын сүйегінде 6 жағы бар. Біз формулаға қойып шығарсақ, біз сонда n тең болады 6-ға, n тең болады 4 ұпайдың түсу бізде 1-ге тең. Сонда формулаға қоямыз 6-тан 1 екен. Екіншісі ойын сүйегінде жұп санынан түсу. Бізде ойын сүйегінде 3 жұп сан, 3 тақсан бар. Сонда бізде m тең болады 3-ге, 6-тан 3 тең болады 2-тен 1 екен. Отсекте екінші есеп, ұзындығы 1 см болатын кесінді бойынан кездейсоқ алынған нүктеден кесінді ұштарына дейінгі қашықтық 4-тен 1-ден аспауының ықтималдығын табыңдар еді. Сонда бізде L тең болады, кішкентай L тең болады 1-ге, үлкен L тең болады 4-тен 1-ге. Сонда 1-ден 4-тен 1 алсақ, 4-тен 3 болады екен. 4-тен 3-тен 4-тен 1 аламыз, сонда 4-тен 2 тең болады 0,5-ге. Сонда n тең болады 1-ге, m тең болады 0,5-ге. Формулаға қоятын болсақ, 0,5-ті 1-ге бөлетін болсақ, 0,5 болады екен жауабы. Отсекте үшінші есеп. Қабырғасының ұзындығы 2 см болатын квадраттан кездейсоқ А нүктесі алынды. Осы квадратқа қабырғасының ұзындығы 1 см болатын екінші квадрат іште салынған. Алынған нүктенің екінші квадратқа тиісті болуының ықтималдығын табыңдар еді. Сонда бізде квадрат алынған, одан кездейсоқ А нүктесі алынған. Бізде 1-1 2 см ұзындықты бөлген. Сонда бізде S үлкеніміз бізде 2-ның квадраты тең болады 4 болады. S кішіміз бізде 1-дің квадраты тең болады 1-ге. Сонда N-міз бізде 4 болады екен, M тең болады 1-ге. Сонда формулаға қоятын болсақ, 4-тен 1 тең болады 0,125-ге. Қабырғасының ұзындығы біз дәл отсекте үшінші есептің кері есебі, бұда болмауының ықтималдығын табу керек. Сонда біз қасиет бар екен бізде. Осындай берілген оқиғаға қарама-қарсы оқиғаны орындау ықтималдығы берілген оқиғаның ықтималдығына ұқсас есептеледі. Қарама-қарсы оқиғаның ықтималдығы бірмен берілген оқиға ықтималдығының айырмасына тең болады екен. Сонда біз 1-ден ала салады екенбіз 0,125-ті. Сонда жауабы 0,175 болады екен. Отсекте 5-ші есеп, радиусы 2 см дөңгелектен кездейсоқ В нүктесі алынды. Осы дөңгелекке радиусы 1 см болатын дөңгелек іште салынған. В нүктесінің іште салынған дөңгелекке тиісті болуының ықтималдығын табыңдар еді. Сонда бізде үлкен R-міз тең болады 2-ге, кіші R-міз тең болады 1-ге, S үлкен тең болады PR квадратқа, сонда тең болады 4π-ға. S кішіміз тең болады π көбейтілген 1-дің квадраты бізде 1-ге екен, сонда π-ға тең болады екен. Бізде n тең болады 4π, m тең болады π. Сонда формулаға қойсақ, m бөлінген n-ға, π-ді 4π-ға бөлетін болсақ, 4-тен 1 екен. π-лар қысқарып кетеді. Отсекте 6-ші есеп. Бұл есепте отсекте 5-ші есепке қарама-қарсы есеп болмауының ықтималдығын табу керек бұл жерде. Сонда біз алдыңғы айтқан қасиет бойынша бізде кері есепті сонда 1-ден аламыз 0,125-ті тең болады 0,175 екен. Отсекте 7-ші есеп. Радиусы 3 см шардан кездейсоқ В нүктесі алынды. Осы шарға радиусы 2 см болатын шар іште салынған. В нүктесінің іште салынған шарға тиісті болуының ықтималдығын табыңдар еді. Сонда біз шардың көлемі формуласын қолданамыз. В тең болады 3-тен 4π R куб. Сонда бізде R тең болады 3-ге, R тең болады 2-ге. В үлкен тең болады 3-тен 4 π көбейтілген 3-тің кубына. В кіші тең болады 3-тен 4 π көбейтілген 2-ның кубына.
бізде n тең болады үлкен көлемге, m тең болады кіші көлемге. Сонда біз формулаға қойсақ, n бөлінген n тең болады 3-тен 4π көбейтілген 2-ның кубы бізге 8-ге тең, бөлінген 3-тен 4π көбейтілген 3-ның кубы бізге 27-ге тең. Сонда бізде 3-тен 4π-ларымыз қысқарады, жойылады. Сонда бізде 27-тен 8 қалады екен. Жауап. 32-те 8-ші есеп. Бұл бізде 32-те 7-ші есепке кері есеп. Сонда біз келесі есепті бағана қасиет бойынша 1-ден 27-тен 8-ді аламыз екен. Сонда 1-ді біз 27 бөлінген 27 деп ала аламыз. Сонда азайтамыз 27-тен 8-ді. Ортақ бөлімі 27. Сонда 27-тен 8 алсақ 19 екен. Бұл есеп шықты. Назарларыңызға рахмет оқушылар. Келесі кездескенше.